Ол кетті. Енді сен ертегінде. Ертегінде ол Қалай болады арабшасы? Анта. Ой, Анта. Деп бұны қазір ләнта деп оқимын. Ләнта? Бөлек жазылады ма? Қараңыздар, еске түсірсек, 6 әріп өзінен кейінгі әріптерге жалғанбайды. Қандай әріптер? Ой. Алиф. Кім есінде? Енді анта болды. Алиф, вау, ро, за, дум, дәл, зәл. Осы 6 әріп өзінен кейінгі жалғанбайды. Аны жалғасаңыз, ол жалғанбайды. Молодец. Енді сендер әйел тегінде. Сендер хунна. Сендер деген хунна емес. Хунна қалай аударылады? Антунна. Антунна, молодец. Антун. Так. Дұрыс па? Сіз қалай айттыңыз жаңа? Антунна дедіңіз, дұрыс па? Антунна. Ал енді сіз жазыңыз антунна деп. Онда оны қоспай ақ қойыңыз. Да, представься. Молодец. Антунна. Ақсанти. Енді олар ертегі. Так, олар. Дұрыс. Сонымен олар қалай екен? Хум, дұрыс. Енді жайлап қиындатамыз. Карандаш. Қалам, қандаш. Қандаш қалам жазыңыз. Қалам. Қалам. Молодец, қалам. Енді әдемі қалай болады? Әдемі Джамиля. Джамил деп ертегінде де айтуға болады, Джамиля ертегінде де айтуға болады. Джим қалай жазылады? Джим, молодец. Джамиля. Айтылады Джамиля деп. Джамиля. Молодец. Джамиля. Джамиля үстінде емес пе астында? Дж астында. Джамиля. Молодец. Джамил деп жазыңыз, ал Джамиля дейтін болсаңыз, там орбута боласыз, иә? Бұл да дұрыс, жақсы. Так, енді үлкен қалай болады? Соғир. Соғир ол кішкентай. Соғир. Тауил. Тауил ол ұзын. Кабир. Молодец, Кабир. Так. Кабир. Кәп әрпі. Молодец. Басқаша жаза берсеңші, мына жерден ыңғайсыз. Дұрыс, тамаша. Кабир. Кабир, дұрыс. Дұрыс. Сызықты түсіріңіз кішкене, сызықты түсіріңіз. Кабир дедіңіз бе, не істедіңіз сіз? Кабир. Не кабир емес, кабир. Алиф жоқ, только кабир. Молодец. Ой, Кабир. Дұрыс, молодец. Ақсат. Тобиба. Тобибуха. Молодец. Тобибуха. Аудармасы? Оның әйелдегінде. Тобиб сөзін деп жатырмыз, дәрігер. Тобиби. Менің дәрігерім. Мен келесі тобибук сенің. Тобибуха оны, тобибуха ол қыздың. Енді сіз жекеше тұрып кетті, енді екілік тұр қалды. Ол екеуінің дәрігері. Сендердің, иә? Сен екеуіңнің дәрігері. Сен екеуінің тобибу х или к? Егер ол екеуі болса, х-дан басталады. Сен екеуінен басталады болса, онда кума. дұрыс. Тобиба, тобибу кум болып қалды, ол сендер бұл тобибу кума. Так, сен екеуінің кетті. Ол екеуінің. Олар
олардың деген жоқ, олар емес. Ол екеуінің дәрігері. Араб тілінде екілік түрі бар. Олардың алдында ол екеуі жүреді. Ол екеуінің. Тоби. Ішінде тобибу кума болса, ол екеуінікі болса, Хума. дұрыс. Ол деген жерде әрқашан х әрпі жүреді. Молодец. Жекеше екілік кетті, енді көпше тұр. Так, сендердің. Сендердің дәрігерлерің ертегінде қалай болады? Олардың дәрігерлері. Хум. Дұрыс, молодец. Молодец. Тобибу хум. Енді сендердің дәрігерлерің керек бізге. Сендердің. Так, сендердің болады. Күна. Хума. Тобибу кума. Мынау екілік түрі болса, енді көпше түрде қалай болады? Хума. Нет. Қараңыз, мына жерде тобибу Хум. хум дедіңіз, харакатты қойсаңыз. Енді дәл осылай, мына жерде олардікі, дұрыс па аудармасы? Сендердікі болса қалай болады? Х мен к-ның. Дәл осылай тек қана х-ның орнына к жүреді. Тоби кум. Да. Сендер болғанда әрқашан к. Осыны естен шығармаңыз. Олар болғанда әрқашан к. Енді әйел тегінде. Олардың дәрігерлері. Тоби хунна. Яғни аудармасы ол әйелдердің дәрігері. Енді сен әйелдердің дәрігерлерің. Тоби кунна. Тобибу. Тоби кунна. Молодец. Мумтаз. Енді біздің дәрігер. Тоби. Биба. Тобибуна. Хорошо. Мумтаз. Джейд.